Баршаға қайырлы күн. Бұл өңірлік коммуникациялар қызметі алаңындағы подкастымыз. Бүгінгі біздің студиямыздың қонағымен таныстырып өтейін. Қоғам және мемлекет қайраткері, бірінші дәрежелі Барыс орденінің иегері Жабал Ерғалиұлы Ерғалиев. Қош келдіңіз. Рахмет. Биыл енді 15 наурызда өткен республикалық референдумда қабылданған жаңа конституция 1 шілдеден бастап ресми түрде күшіне енді. Осы орын алған еліміздегі өзгерістер туралы өзіңіздің ойыңызды, пікіріңізді білу үшін бүгін арнайы шақырдық. Сарапшы ретінде пікіріңізді естігіміз келді. Ең бірінші, бүгін 1 шілде күні Қазақстан Республикасының жаңа конституциясы өзінің күшіне еніп отыр. Осы тарихи күн барша қазақстандықтарға, менің жерлестеріме құтты болсын дегенді айтқым келеді. Егер тәуелсіздіктің тарихында бір күн алтын әріптермен жазылатын болса, 2026 жылдың 15 наурызы, сол күні біз бүкіл халықтық Қазақстан референдум арқылы Қазақстанның жаңа конституциясын бір ауыздан қабылдадық. Конституция әр мемлекеттің ата заңы, оның бағыт бағдарын, оның саясатын, оның жалпы өзінің мемлекетінің құндылығын, мемлекетінің әлемдегі орнын анықтайтын құжат болып табылады ғой. Соған сәйкес біздің елімізде де 1995 жылы 30 тамызда қабылданған конституция болатын. Ол конституция өзінің тарихи миссиясын орындады. Одан кейін 2022 жылы 5 наурыз күні конституциялық толықтырулар мен енгізулер өткізу жөнінде бүкіл халықты референдум болғанын өздеріңіз білесіздер. Бұл орайда Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Кемелұлы-Тоқаев 2019 жылдың 19 мартында билікке келгеннен кейін біздің қоғамның саясаты, біздің қоғамның бет алысы, біздің қоғамның жалпы қоғамдық формацияның өзіне үлкен өзгерістер енгізе бастағандығын жақсы білеміз. Әсіресе президентіміз билікке келгеннен күннен бастап Қазақстанда адалдық пен әділдік, таза Қазақстан, одан кейін заң мен тәртіп үстемдігін, адам құқығын сақтау, күшті президент, ықпалды парламент, құлақ асушы үкімет сияқты өзінің концепцияларын ұсынған болатын. Бұлардың бәрі тарих, өзі заманның дамуы, әлемнің дамуы оны қажетсінді. Сондықтан да біз енді жаңа дәуірде жаңа оймен, жаңа мақсат алдымызға тартылып жатыр. Бұл талаптардың өзі, уақыттың өзі, әлемнің дамуының өзі, өркениеттің дамуының өзі, адамзаттың дамуының өзі біздің алдымызға тартылып жатыр. Соны біздің президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы дәл сезінді де осы бір жаңа конституциялық реформаны жасады. Бұл жалпы президентіміздің айтуында бұл халықтық конституция. Мұның жазуына бүкіл халық атсалысты, әркім өзінің ойын, пікірін айтты, өзінің ұсыныстарын енгізді. Арнайы комиссия жұмыс істеді. Сондықтан да бүгінгі конституциямыз, бүгінгі қабылданып отыр, іске кірісіп отырған конституциямыз әсіресе адам құқығын қорғау, адамның өмірін бәрінен де жоғары қою, адамның құқығын жоғары қою сияқты мәселелері конституцияда айқын табылған. Ендігі арада әлем қазір цифрлық әлемге аяқ басып отырмыз. Қазақстан соның бірі. Шынын айтқанда біз бүгінгі күн өзіміздің қоғамымызды, өзіміздің мемлекетімізді, өзіміздің елімізді, әрқайсымыз өзіміз дамытамыз десек, біз енді цифрландырудан ешқашан қаша алмаймыз. Оның үстіне біз өзіміздің әлеуетімізге қоса жасанды интеллекті қосу арқылы да жаңа даму концепциясы алға тартылып отыр. Бұл орайда президентіміз цифрландыру және жасанды интеллекті дамыту жөнінде арнайы заң қабылдағанда тегін емес. Осының бәрі енді конституцияға енгізіліп, және сол жаңағы жасанды интеллект заманында, цифрландыру заманында біздің өзі жеке адамның мүддесін қорғау мәселесі, соның бәрін конституцияға тіркелу, конституцияда айтылуы, ол өте орынды дейміз. Біз қазір әлемде кез келген мемлекетпен теңбіз, кез келген халықпен теңбіз. Әрбірдесін біздің тарихымыз жөнінде, біздің өзі орналасқан геосаяси жағдайымызда біз артықшылықтарымыз ерекше екендігін
осы конституциямыз айқын дәлелдеп отыр. Жалпы енді Жабал Ерғалиұлы, баршамызға белгілі, Қазақстанда қабылданған конституциялық реформалар халық арасында кең қолдау тапты. Ол сәтті өтті деп айтсақ болады. Енді бұнымен еліміздегі өзгерістер тоқтап қалмайды. Алда үлкен саяси науқан келе жатыр. Қос палатаның қосылуы арқылы құрылтай құрылмақ. Енді бұл реформалар сіздің ойыңызша қазіргі заманның талаптарына, әсіресе Қазақстанның дамуына қалай әсер етеді және жалпы Қазақстан бұған дайын ба? Енді кеше Қазақстан Республикасы парламентінің қос палата мәжіліс пен сенаттың біріккен отырысында президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сөз сөйлеп, кеше екі палата өзі соңғы рет отырысын өткізіп тарады деп айтуға болады. Бұл реформаға Қазақстан ұзақ жылдар бойы келді. Өздеріңіз білесіздер, осы 5-6 жылдан бері осы сенатты тарату керек, сенат неге керек деген сияқты әңгімелер әлеуметтік желіде гулеп кеткендігі анық. Енді биылғы жылы Қызылорда қаласында өткен ұлттық құрылтайда осы мәселеге президентіміз нүкте қойды ғой. Жаңағы бір палаталы жүйеге көшеміз. Әрине сенатты тарату маған да оңай болып отырған жоқ деген президенттің өзінің сөзі бар. Өйткені Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев сенаттың 10 жылға жуық төрағасы болды. Бүкіл заңдардың қабылдануына, мемлекетіміздің сол заңдардың мемлекеттің тұрақты дамуына үлкен үлес қосқандығы бар. Енді менің өзімде бірнеше шақырылымның депутаты болдым сенаттың. Сондықтан әрине сенат жөнінде үлкен әңгіме айтуға ол парасат мектебі. Енді бірақ та әлемнің дамуы, бүгінгі қоғамның дамуы, сенат ол кезінде тәуелсіздіктің алғашқы жылдарында керек болған институт екендігін айтуға тиіссіміз. Өйткені біз тәжірибемізден айтайық, кейбірде бір шикі заңдар мәжілістен қаралып келгенде, оны сенат біз қатты талқылап, келісім комиссиясын құрып, жаңа ортақ бір мәмілеге келіп, соны мына мемлекеттің мүддесіне қарай қабылдауға әсер етеді. Мысалы енді ұлттық құрылтай міне құрылатын жөніндегі президентіміздің жарлығы болды. Бүгін алдағы биылғы жылдың 23 тамызында құрылтайдың сайлауы болады. Өтетін жөнінде бүгін президенттің жарлығы шықты. Құрылтай 145 депутаттан тұратындығы да айтылып жатыр. Құрылтай бұл енді заң шығарушы орган есебінде біздің мемлекетіміздің негізгі бір заң шығарушы органы екендігі ол анық жазылды өзінің конституциялық міндетінде. Сондықтан да ендігі арада бір палаталы жүйе Қазақстанға өте тиімді болады деп өз басым ойлаймын. Бұл орайда кешегі сөйлеген сөзінде президентіміз айтты, өйткені заңды қабылдауды жеделдету керек, заң және халыққа түсінікті болу керек, заң және бүгінгі мемлекеттің бүгінгі дамуын, ертеңгі болашағын бәрін ойластырылған терең дамыған заңдар қабылдану қажет деп құрылтайға үлкен үміт артып отыр. Және құрылтайға негізінен жаңағы жастар бару керек деген сияқты, мамандар бару керек деген сияқты. Бұған енді әлгі бұрынғыдай мен парламенттің депутаты болсам айтар едім, ананы айтар едім, мынаны айтар едім деп кеудеге барып жүргендер сондайлар әлеуметтік желіде де болды ғой. Ол мысалы менің бір пікірім бар өзі. Бұл мәселе бізге дейін де айтылған, біз де айттық, бізден кейін де айтылған. Ендігі құрылтайды міндеті айту емес, айтумен бірге жасау керек. Нақтылы харекет жасау керек, нақтылы іске қошу керек. Бізде мемлекетімізді дамытудың, Қазақстанды өркендетудің, Қазақстанды әлемдегі ең бір танымал озық мемлекеттің қатарына қосудың бүкіл негіздері президентіміз жасап берді. Яғни қос палатаның қосылуы арқылы құрылған құрылтай заң шығарушы билік органының жұмысын ары қарай жетілдіріп, дамытады деп айта аламыз ба? Ол енді шын айтқанда құрылтайға іскер, білімді, отаншыл, мемлекетшіл адамдардың баратынына мен өзім сенімдімін. Бізде елімізде билігін жүргізе алатын, елімізді дамыта алатын жастар өсіп жетілді.
бір ұрпақ, бір легі жетілді. Президентіміздің бір кереметтігі, билікке келгеннен кейін мына парламентке кім келгілерін келейік, мәжіліске кім келгілерін, бәрін жайып жіберді, қарап отырды, қай жерде кім бар екен. Енді міне соларды іріктеп мемлекеттік қызметке тартып жатыр. Біз осыны мына Аманат партиясы мен Әділет партиясының өзінің қосылғанның өзінде сол жаңағы біздің жас кадрларымыздың өсіп жетілгендігін, жастарымыздың, оларды уже мемлекеттік мүддені, отаншыл мүддені, бұрынғы бізден де артық ойлай алатын, бізден де артық қабілетті екендігіне президентіміздің көзі жетіп, жастарға жол беріп отырғандығы сондықтан. Сондықтан мынау елімізде Әділет партиясы құрылып жатыр, құрылтай құрылып жатыр. Осының бәрі жақсылыққа, осының бәрі біздің президентіміздің Қазақстанның болашағын әрден көре білетіндігі, әрден толғана білетіндігі, нағыз творчество адамның, нағыз дипломат адамның, нағыз ақылман адамның әрекеті екендігін біз мойындап қадірін білуіміз керек. Жабал Ерғалиұлы, маңызды пікіріңіз, ойыңыз үшін рахмет айтамыз. Біздің көрермендерімізге, әсіресе жастарға ой салды деген ойдамыз. Сондықтан да құрметті көрермен, елде болып жатқан реформалар жөнінде бүгін шамалы болса да ой қозғадық, сіздерге де пайдалы болды деген ойдамыз. Назарларыңызға рахмет.